жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады ғой, кімде кім дүниені басшылыққа алуды қараса, дүниені қаласа, Құранды басшылыққа алсын дейді. Дүние керек па? Құранды басшылыққа ал дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ақырет керек па? Алланың қасындағы мәңгілік өмір. Онда тағы да Құранды басшылыққа ал дейді. Ал екеуін бірге алғың келе ме? Онда тағы Құранды басшылыққа ал дейді. Дүниеде ақыретте керек па? Құранды басшылыққа ал дейді. Мінекей біз Құранды басшылыққа алмай, дүниені басшылыққа алдық та Құранды тастадық. Сонымен не болып жатыр? Соңы апаттарға әкеліп жатыр. Өзіміздің рухани апаттарымызға әкеліп жатыр. Көрдіңіздер ме? Екінші нәрсе не екен? Бізді ұстап тұрған Құранды аштырмайтын нәрсе бұл дүниеге деген толық өзімізді беруіміз екен. Үшінші нәрсе дейді ғалымдарымыз айтады. Құранды бізге аштырмай тұрған. Рамазанда да аштырмай тұр ғой енді ол. Көрдіңіз бе? Былай уақыт қойғанымыз. Аштырмай тұрған үшінші нәрсе бұл әлі күнге дейін бұл Құранның дейді. Әлемдердің Раббысы болған, жоқтан бар еткен, бүкіл әлемнің Раббысы болған, Алладан түскен ұлы мұғжиза, ұлы кітап екендігін әлі сезіне алмай жатырық дейді жүрекпен біз. Ұлы Раббының хаты екендігін, жолдау екенін біз әлі қадіріне жете алмай жатырық. Міне, сол сенім бізге әлі жерге бара алмай жатыр. Сондықтан бізге Құран сөрелерде тұратын кітап болып қалған, немесе бір-біріміздің арамызда сыйлыққа жүретін кітап болып қалған. Шаңын сүртіп тек атамнан қалған, анамнан қалған деп қойып, мақтануға келген кезде оны алдыңа адам түсірмейсің.